Өмірде адамдардың екі түрі болады. Бәріңізге сәлем. Құрметті оқырман, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, қоңыраушаға басып, қазақ арнасының дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Неге кейбір адамдар ақ көңіл, мейірімді болады, ал енді біреулері көре алмас күншіл келеді, деп біреу сұрапты ақылгөй адамнан. Өмірде адамдардың екі түрін байқадым. Оның бір тобы шыбындарға ұқсайды. Шыбынның іздегені нәжіс. Шыбынды гүлзар баққа жіберсең де, ол соның ішінен нәжіс тауып соған қонады. Сасық иістен ләззат алады. Оның мұрны жұпар иіс сезбейді. Адамдардың екінші тобы бал арасы сияқты. Бал арасы кез келген жерден гүл іздейді. Мысалы, мал қораның шетіне бір тал гүл қойып, араны жіберсеңіз, ол міндетті түрде гүлді табады. Ақ жүрек адамдар бал арасы секілді жақсылыққа құмар болады. Олар кез келген ортада Алланың хикметін көреді. Мал құмар, көңілі соқыр адамдар шыбынға ұқсап өсек аяңға үйір болып, кісілердің ұсақ-түйек кемшіліктерін жиып-теріп жүреді. Олар жақсы әңгімеден ләззат ала алмайды, деп жауап берген екен. Достар, видео ұнаған болса лайк басып, каналға тіркеліп пікіріңізді қалдыра отырыңыз. Көңіл бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Келесі шығарылым тек сіздер үшін.